Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бауырдан котлет жасайтын боламыз. Жасалу жолы да оңай, мүлдем қиындығы жоқ. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, барлығы түсінікті болады. Ең алдымен осылай бауырымызды жақсылап бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Егер де пленкасы болса, бетінде алып тастаған жөн. Барын осылай турап аламыз. Ет тартқыштан немесе осындай блендерден өткіземіз. Егер де блендер жоқ болса, мясорубканы қолдана берсеңіз болады. Осылай енді картобымызды алдын ала ашып, турап дайындап қоямыз. Бәрін бірге өткізіп жібереміз. Бір сәбіз және пияз, осындай чеснокты қосып жібереміз. Барлығын енді блендерден жақсылап өткізіп алатын боламыз. Осында бірге жұмыртқаны қосып жіберсеңіз де болады. Негізі езіп алған соң жұмыртқаны тұзды салып араластырсаңыз да болады, немесе осылай мен сияқты бөлек табаққа алып істесеңіз де болады. Осылай бәрін жақсылап езіп алған соң сүт қосамыз. Сүт қосқан соң шетінен бәрін жақсылап араластырып, келесі салмамыз ұнды қосатын боламыз. Барлығын өткізіп болған соң сүтін, ұнын қосып араластырасыздар жақсылап. Көріп тұрғандарыңыздай мүлдем қатты қиындығы жоқ. Енді ас содасын қосатын боламыз. Ас содасын неліктен десеңіздер, кішкене ісіп, пышный болып тұру үшін кішкене ас содасын қосып жіберсеңіздер, котлеттеріңіз ісініп, томпайып пісетін болады. Осылай жақсылап араластырып алдық. Мен енді бұл жерде жұмыртқа қосып жатырмын, 2 жұмыртқа. Сіздер бауырларыңыз қанша бар, соған қарай салмаларын қосып істей бересіздер. Бір мөлшерлеп отыратын ештемесі жоқ. Және тұз қосып жібересіздер, дәміне қарай бұрыш қосып жібересіздер. Осылардың бәрін мен көрсеткендердің жақсылап араластырып қоссаңыздар, котлеттеріңіз міндетті түрде әдемі, дәмді болып шығады. Енді осыны біраз уақытқа қойып, сковородкамызды қыздырып, шетінен жайлап пісіре береміз. Пісіргенде де астын тым қатты қоймайсыздар, жайлап орташа оттың қызуымен пісіріп алатын боласыздар. Каналымда көптеген дәмді тағамдар мен тәттілердің рецепті бар. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, басқа да рецептілерді көріп, достарыңызбен бөлісіп қоюға болады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Айтгүл.